Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Егер сізден химияның атасы кім деп сұраса, сіз бірден Менделеев деп жауап бересіз. Алайда сол химия ғылымының негізін салған біздің қазақ топырағында дүниеге келген адам десем сенесіз бе? Жарай, ендеше тыңдаңыз. Сіздің осы химияның негізін салушылардың бірі әрі бірегейі, оның ғылым болып қалыптасуына орасан зор еңбек сіңірген біздің отырардан шыққан әлемге екінші ұстаз атымен белгілі Әбу-Насыр әл-Фараби болатын. Сөзімізді дәлелдеп көрейік. Сіз де соңына дейін көріңіз. Қазіргі химия ол заманда алхимия деп аталған. Алхимия бұл өлтірмейтін ғажайып затты немесе сиқырлы философиялық тасты іздеуден басталды. Менің мақсатым алхимияның тарихын айту емес, себебі алхимия туралы кітаптар баршылық. Менің мақсатым өзінің озық ойымен замандастарынан әлдеқайда озып кеткен әйгілі ғалым Әбу-Насыр әл-Фарабидің алхимия өнеріне қажеттілік туралы деп аталатын керемет туындысын талдап, оның қаншалықты маңызды екенін түсіндіру болмақ. Бұл еңбек әлі күнге дейін толық талданып, химия ғылымы саласында өзінің лайықты орнын ала алмай келеді. Еңбектің көпшілік жұртқа белгісіз болып қалуы да сондықтан. Алхимияны сол кездің ғалымдары бір металды бір металға қосу арқылы алтын алу ісіне пайдаланды. Ол кездің ғалымдары қазіргідей жасаған тәжірибелерін жария етпей, керісінше өте құпияда ұстады. Әр ғалым өз зертханасында түрлі тәжірибелер жүргізді. Әсіресе бұл өнер араб халифатында қанатын кеңге жайды, әрі зор табыстарға жетті. Тіпті алхимия төрт құпия ғылымның қатарына кірді. Міне, бүгінгі күні біз рахатын көріп отырған химия сол кездегі алхимияның жемісі. Осынау болашағы бұлыңғыр, сенің еңбегіңе ешқашан кепілдік бермейтін бұл өнер жолында барлығы бірдей табысқа жетіп, байлыққа белшесінен батқан жоқ. Тек саны саусақпен санарлық алхимиктер ғана қара металды жылтыраған алтынға айналдыруға қолы жетті. Бірақ бір өкініштісі, алтынға айналған қара металл аз ғана уақытқа ғана алтындық қасиетін сақтайды да, артынша баяғы қалпына түседі. Бірақ мұндай жолды таңдаған алхимиктер қатты қателескен еді. Сол жылдардың бірінде әл-Фараби халифаттың астанасы Бағдат шаһарында тұрып жатқан еді. Шаһар халқы Фарабиді ерекше қадірлеп, ғалым ретінде құрмет тұтты. Осындай күндері шаһардың озық ойлы ғалымдары, бұл өнерден талай опық жеп нала болған саудагерлері Фарабиден бұл өнердің дұрыс немесе бұрыстығын анықтап беруін сұрайды. Ғалым барлық халықтар білетіндей, түсінетіндей кітап жазуға уәде беріп, келген адамдарды шығарып салады. Осы кезден бастап бұл өнерді шындап зерттеуге мықтап ден қоя бастайды. Енді Фараби тек кітап ақтарып, ойланумен ғана шектелмей, керісінше алхимиктердің жасаған тәжірибелерін жасап, олардың көрген қиындықтарын өзі де бастан кешірді. Ол ертелі-кеш темір металдың қасиеттерін зерттеумен айналысты. Себебі алхимиктер осы бір металдың ерекше қасиеттерге ие екенін үнемі айтатын. Бұлайша ойланып қарасаң, дүниенің тірегі оның мықтылығында. Ал мұндай қасиетті темірден көруге болады. Тіпті оны айтпағанның өзінде қасиетті Құран кәрімдегі 57-ші сүре темір деп аталуының өзі тегіннен тегін емес. Фараби еңбегінде мынадай сөздермен бастайды. Бұл кітапты мен бұл өнердің қажеттілігін атап өтіп, ол қандай жолмен дәлелденетінін және бұл өнерді зерттеушілердің жіберген қателіктерін көрсетуді мақсат етіп қойдым дей келе, бұл өнердегі адасушыларды екі топқа бөледі. Біріншілері өнерді жоққа шығарады және бұрмалайды. Бұл топтағылар қарапайым халық, саудагерлер мен кейбір кертартпа ғалымдар. Екіншілері мойындайды, бірақ оның мүмкіндігін асыра пайдаланады. Бұл топтағыларға ғылымнан пайда табуды көздеген алхимиктер кіреді. Фараби өз зерттеулеріне басшылыққа аларлық бірде-бір кітаптың болмауы адамдар түгіл алхимиктердің өздерін адастырды деп жазады. Фараби бұл өнерді талдай келе, соңына қарай практикалық, яғни қазіргі зертханада жасаған зерттеулерін, тәжірибелерін теорияның дұрыстығымен толық дәлелдеп береді. Ол былай жазады: алтын, күміс, басқа да отқа жанбайтын, бірақ балқитын металдардың бәрінің тегі бір. Яғни ғалымның айтуы бойынша отта жанбайтын, бірақ балқитын металдардың тегі бір болғанымен қасиеттері арқылы бір-бірінен ерекшеленеді. Өзінің шағын ғана зертханасында күні түні тынбай еңбектенгеннің нәтижесінде осындай керемет тұжырым жасап шығарды. Бұл Фарабидің алхимияға қосқан
ерекше жаңалығы деуге болады. Осы қағиданы Еуропаның атақты химик ғалымдары Роберт Бойл, Дальтон, Бекетов, Ломоносов секілді ғалымдар Фарабиден 7-8 ғасыр өткеннен кейін өз зертханаларында қайталап жасап, бабамыздың білімділігіне қайран қалған болатын. Біз Фарабидің еңбегінен сәл ғана үзінді келтірдік. Егер сізге қызықты болса, химия өнерінің қажеттілігі туралы еңбегін толық оқып шығуыңызға болады. Қазіргі кезде қазақ ғылымының тарихында, әсіресе отандық химия ғылымдарында Фараби бабамыздың адасушыларға дұрыс бағыт сілтеп, химия ғылымы тарихында төңкеріс жасаған орасан еңбегі әлі де болса өз орнын ала алмай жүргені әрине өкінішті. Өкініштісі сол, бүгінде мектеп оқушыларынан химия туралы сұрар болсақ, бірден Менделеев туралы сайрай жөнделеді. Естеріңізде болсын, химия 18 ғасырда бірден пайда болып, аспаннан түсе салған жоқ. Оған дейін қаншама ғалым осы үшін тер төкті, қаншама ғалым қиын соқпақты басынан өткерді, қаншама ғалым осыны зерттеймін деп тіл тартпастан уланып өлді. Осылайша Фараби бабамыздың еңбегі әлі күнге дейін тасада қалып келе жатыр. Тек химия пәні бойынша 8 сынып оқулығының ең соңғы беттерінің бірінде Әл-Фарабидің химия өнерінің қажеттілігі туралы деп аталатын еңбегінің бар екендігі туралы ғана айтылады. Осы орайда біздің арнаның айтар ұсынысы мынау: Әл-Фарабидің осы бір тамаша еңбегін мектеп оқулықтарында, сонымен қатар жоғарғы оқу орындарына арналған химия кітаптарының алғашқы беттеріне жарияласа артық етпес еді. Себебі кітап деп аталғанымен бұл еңбектің көлемі шағын әрі ықшамдалып жазылған. Осындай игі жұмыстар жасап қана ұлы бабамыздың алдындағы перзенттік парызымызды өтей аламыз. Себебі бүкіл әлем мойындап, жат елдердің өзінде ұлы данышпан саналып аспанға көтерілген бабамыздың өз туған жерінде бір еңбегінің өзі еленбей қалуы барша қазақ жұртына сын. Рухани жаңғыру тек тарихымызды айта берумен шектелмейді. Бұл ғылымды дамыту, жоғалған дүниемізді қайта табу болмақ.